Психосоматикалық аурулардың себептерінің бірі бұл өкпереніш. Сіз өзіңіздің жақын адамдарыңызға, әке-шешеңізге, күйеуіңізге және де тағы басқа адамдарға өкпереніш болған кезде сіздің сыртқы энергетикаңызда, еркін айналымда болған энергияда тоқырау пайда болады. Ол жерде әртүрлі блоктар пайда болады да, энергия еркін айналымға түспейді. Бұл көптеген ауруларға алып келеді. Психосоматикалық әсіресе көптеген ауруларға алып келеді. Сізде шаршағыштық, еш нәрсеге зауқыңыз соқпайды. Адамда энергия төмендеген кезде ақша да келу азаяды. Сондықтан да менде осы терапия кезінде бір қызға терапия жасаған кезде, проработка жасаған кезде ол қызда ер адамға қатты өкпереніш болған. Сол диагностика кезінде оның жатыр тұсында блоктарды анықтады. Бұл көбінесе жатыр тұсында блоктар пайда болған кезде ол жатырдағы көптеген миома, жатыр миомасына алып келетін ауруларға алып келеді. Өздеріңіз білесіздер, миоманың психосоматикасы бұл көбінесе ер адамдарға өкпереніштен пайда болады. Бұл менің терапияма жазылсаңыздар болады. Бұл онлайн өтеді. Жаңа метод ДПДГ деп аталынады. Өкпереніштен арылу, денедегі блоктардан арылу. Менің инстаграм парақшама жазылып, дайректке жазсаңыз болады.